Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Айда Сағатбекова. 54-ші мектеп лицейінің 1-ші Ғ сынып оқушысы Жақсылық Арзамат, яғни ерекше баланың анасымын. Бүгін мен бұл ай ерекше балалар, әсіресе аутизм спектріндегі балалар туралы мағлұматтарды жеткізу, ақпарат беру айы болғандықтан баламның сыныбында тәрбие сағатын жүргіздім. Тәрбие сағатын мен Арзаматтың ерекшелігі туралы сіздерге ашық өлең айтқанымды кім жақсы көреді? Нені жасағанды ұнатпайсыңдар сіздер? Үйде сендерге бәрін шашасың деп ұрсама? Ойыншықтар не? Шашсаң ұрсады, иә? Сосын нәрсені ұнатпайды, бірақ сіздер сөйлей алатын болғандықтан оны ашық айта аласыздар. Ал кейде Арзамат та солай, кейбір нәрсені ұнатады, кейбір нәрсені ұнатпайды. Ол сөйлей алмағандықтан өзінің эмоциясын басқалай көрсетеді. Кейде айқайлап жіберуі мүмкін, кейде жерге жатып алуы мүмкін. Бірақ ол сөйлей алмағандықтан ғана, сіздерге жеткізе алмағандықтан ғана ол сондай эмоцияларын көрсетеді. Братик не всегда умеет правильно понимать и выражать эмоции, что он чувствует. Из-за этого ему трудно заводить друзей. Но давайте попробуем взглянуть на мир глазами Достана. Его глаза плохо контролируют свет и любой небольшой гуляющий его шум. Он часто не реагирует, когда к нему обращаются, потому что просто не может услышать ваш голос среди всего этого шума. И самое сложное, с чем сталкивается Достан в повседневной жизни, он часто не понимает желаний и эмоций других людей. От громких звуков и яркого света. Барлығымыз әртүрліміз, бірақ бәріміз дос бола аламыз. Жаңа айттым сіздерге, әркімнің қылығы әртүрлі болады. Арзаматты сол өзінің ерекшелігімен қабылдауға тырысу керекпіз. Асыма 2017 жылы 20 қаңтарда дүниеге келдім. Алғашқы баламын. Бұл менің ата-анам. Менің әрбір қылықтарыма таң қалып, әрқашанда бастарында болып жақсы дамып келе жатырған едім. Білмеймін неге екенін. Үндемей қалдым. Осылай жаймен жүре бастаған едім. Әрқашан далаға шығатын кезде ойнауға тырысатын. Бірақ әлі де тілім шыққан жоқ. Неге екенін білмеймін. Жан-жағына көп қарамайтын, мән бермейтінмін. Басқа балалармен ойнауды білмейтінмін. Далада жүрген кезде осындай заттармен қарап, тек қана педагогика психологты өстіп аламын. Кейде сол комментарийлерге тәуелдімін. 2 жас 4 айында анам мені КМК комиссиясына апарды. Маған сөйлеудің тежелі тәуіп дегендерге апаратын арасында. Бірақ маған олар көмектеспейді ғой. Мен орталарыңызда дос болуым келеді. Маған көмектесесіздер ме? Мен сіздердің орталарыңа сіңіп кетуім үшін барлық сабақтарды орындап, сабақтан кейін қосымша логопед, психологтарға осылай жұмыс жасадымын. Осы сіздерге де көмегім тиер. Сондықтан достарым мені аямаңыздар, маған көмек тигізсеңдер, созсаңыздар, мен сіздерге. Сіздер Арзаматтың сөйлегенін естіпедіңдер? Балалар суды аққала.
сіздермен қарым-қатынасқа түсуге кішкене қиынырақ. Сондықтан сіздер көмек қолын созып, азаматты түсінуге тырысасыздар ма? Дос болғыңыз келе ма? Иә. Яғни бір сыныпта оқыған соң біз бір-бірімізге көмек беруіміз керек. Яғни азамат осы сіздердің орталарыңа қосылып, әрі қарай сөйлеп мен. Или ұнамай ма? Жек көремін дегендер бар ма? Жоқ па? Несімен ұнайды азамат? Қандай қабілеті бар азаматтың көрдіңдер сіздер? Оқығанын, жазғанын көрдіңіздер ма? Азамат біздің досымыз ғой, біздің сыныптағы. Азамат өте жақсы оқушы, ол сурет салғанды жақсы көреді, ойнағанды, дене шынықтырда ойнап жүреді ғой, Раяна, Арунас. Қосылар барлықтар ортаға ойнаймыз ғой. Сонда ол сіздермен бірге қуанады, күледі, сіздермен бірге дос болғанда қуанады. Яғни біздің сыныпқа азаматтың келгеніне біз қуаныштымыз, бәріміз бірінші қыркүйекте барлығымыз жақсы бала, қабілетті бала, мен қабілетті екенін білемін. Тек қана азаматқа біз сәл көмектесіп жүруіміз керек, дос болуымыз керек, оқи алады ол, айта алады. Енді өз ойын жетілдіру мақсатында бізбен бірге жұмыс істеп, дос болып бірге жұмыс істесе, үлкен жақсы нәтиже жететініне мен сенімім мол. Мен азаматтың тек қана жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін, ауырмасын, достармен бірге күліп ойнап, осылай білімін жетілдіре берсін. Білімді азамат болсын. Кім азаматтағы өздерін керектерді? Мидақсы істесін. Мен азаматтан да кейінгі, иә? Азамат туған күнің құтты болсын, денсаулығың жақсы болсын. Рахмет. Мөлдір азаматқа тілегім келіп отыр. Қандай тілек айттың? Азаматтың туған күні құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Рахмет. Мүдислам. Арзаматпен дос болғың келе ма? Иә. Неліктен дос болғың келеді? Жақсылығы. Сөйлескің келе ма? Иә. Қай кездерде ойнайсың сен онымен? Андай достармен ойнамайтын кезде Көмектесесің ба? Қол ұстап, жүр деп шақырасың ба? Рахмет. Назым Хадияқызы Арзаматтың педагог ассистенті. Арзамат туралы бір-екі сөз айтып жүрсеңіз, бірінші көрген кезде қалай сезімде болды? Енді Арзаматпен басына танысқан кезде кішкене қобалжу болды, өйткені бұдан алдында оқушымда бұндай бірінші рет жасап тұрмын енді бұндай диагнозбен. Кішкене қобалжу болды, бірақ үйрене келе болмаған бейімдерді мен оған үйрендім, оның жаңағы бір сәтте шығаратын қылықтары болады ғой, соларды көрдім, солармен танысқаннан кейін жоқ, негізі агрессия қай кезде шығады, жаңағы өзінің қалауы орындалмаған сәтте шығады екен. Сонымен танысып, мейлінше сол азаматтың істегісі келген затын істеймін, барғысы келген жеріне жаңа апарамын, психолог, логопедке барғысы келеді арасында. Енді жұмыс жасау, кейін баламен таныса келе жұмыс жасау кішкене оңайырақ болды. Қазір жақсы Арзамат мен оны түсінемін. Арзамат бұның алдына мектепке даярлық сабақтарына барды. Сол кезде біз мынандай текстпен жұмыс жасадық. Яғни балалар Арзамат күні бойы не істеу керек екенін осылай бізде Назым Хадияқызы құрып қояды. Көп методиканы бұл апайымыз жақсы меңгеріп жатыр. Жылап, еденге құлап, естіген кезде сіздер қандай сезімде боласыздар? Қорқып қалатын кездерің бола ма? Болмай ма? Қорқпайсыңдар ма? Не істегілеріңіз келеді? Көмектескілеріңіз келе ма? Тағы да не? Арзаматтың қандай қасиеттерін білесіңдер? Арзамат не жақсы көреді екен? Не жақсы көреді Арзамат? Ойнауды, сосын? Иә, бейнелеу сабағын жақсы көреді, иә? Сен де жақсы көресің ба? Қазір қайталап жүр. Не істегенін ұнатады? Пластилин. Пластилин ойнағанды. Сосын? Сурет салып, сосын?
Қандай сабақ жақсы көреді? Қандай сабақ? Арзамат. Бейнелеу сабағы, иә. рисуам. Арзаматпен дос болғың келе ма? Иә. Неліктен дос болғың келеді? Жақсылығы. Сөйлескің келе ма? Иә. Қай кездерде ойнайсың сен онымен? Андай достармен ойнамайтын кезде Көмектесесің ба? Қол ұстап, жүр деп шақырасың ба? Рахмет. Музыкада не істейді, айтшы. Не именно жақсы көреді? ойнайды. Молодец, иә. Сосын қандай? Қандай жаман қылықтар көріп қалдыңдар сендер? Жаман болғанда өзің бір ерекшеліктерін көріп қалдыңдар. Тамақ жемейді? Не жейді? Пицца. Пицца, Сосын қандай қылықтар көрдің? Білесің ба? Иә. Яғни ол кезде өзінің эмоциясын айта алмағандықтан солай? Иә, жасайды. Молодец. Түсіністік білдіресің ба? Рахмет. Балалар көп Арзаматтың осындай жақсы, тәрбиелі, түсінігі мол сыныптастар болғаны өте қуаныштымын. Басында мен де қобалжуда болып едім. Бүгін бірінші рет сіздермен тіке ашық сабақ, тәрбие сағаты өткен кезде сіздердің сондай жақсы оқушылар екендеріңізді түсіндім. Рахмет.